Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Құрметті бауырлар. Халықта сөз бар ғой. Қайғыны бөліссең жеңілдейді. Қуанышты бөліссең көбейеді деген мағынадағы сөздер бар. Негізі Құран-ы Кәрімде Алла Тағала «Ва амма би ниъмати раббика фахаддис» деп айтады. Ал Алланың саған берген нығметі болса, оны айта жүр дейді. Расында да, құрметті халайық, әрбір қуанышымызды сіздермен бөлісіп, үйреніп қалған екенбіз. Бүгін де тағы бір қуанышты сәт. Үш бірдей баламыз Құран бітіріп жатыр. Екі баламыз Құранды бір бітіріп шықты, әлі алға көптеген әрекеті болады. Ал бір баламыз толыққанды сертификатқа лайықты етіп Құранды тәмамдап жатыр. Әлхамдулилля, Аллаға шексіз мақтаулар болсын. Осы бір сөздерді айтпай тұрып, бір-екі нүктеге толық тоқталып өткім келеді. Біріншіден, құрметті бауырлар, біз Құранды неге жаттатамыз? Және сол Құранды жаттағаннан екі дүниемізге қандай пайда аламыз? Соны бір тағы да еске түсіріп кеткім келеді. Біріншіден, Құранды неге жаттатамыз деген сөзге әлбетте біз әуелгілер қандай болса солардың етегінен ұстаған үшін деп жауап берер едік. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям және оның көзін көрген адамдар Құранды жаттаған. Және Құран жаттаған адамды соншалықты құрмет қылған. Бірінші орында сөз сөйлейтін, бірінші орында сыйсауға алатын, дастарханның төріне еге болатын, үлес бөлінгенде де бірінші сол кісіге берілетіндей қылып айтылатын кісілер еді. Құранның ұлылығы біздің халқымыз, Орта Азия және Қазақстан халқы Құран жаттаған адамды сонша құрметтейтін, ол кісінің қолын дәрет алмай ұстамауға әрекет жасайтын, тірі жүрген Құран дейтін. Құран-ы Кәрімді сіз қалай дәретсіз ұстамайсыз? Дәл сол сияқты шамаңыз жеткенше дәрет алып барып, қари адамменен амандасуға әрекет жасайтын. Соншалықты құрмет. Ол кісінің дұғасын, ол кісінің әрбір жеген тамағына таласып жеуі, одан қалған тамақты, ол кісінің бір киген киімін маған берсеңші деп таласып, орнына жаңа киім берейін деп таласқандығы, ол біздің халықтан әуелден бар дүние. Неге? Өйткені Құран-ы Кәрім бұл Алланың кәләмі. Оның әрбір әріпі, Құрандағы әрбір әріп үлкен сауап. Және бізді ұстаздарымыз үйреткендей, Құранның әрбір әріпін аузыңызға періште алып келеді. Әрбір әріпін. Сондықтан Құранды жаттайды екенсіз, екі дүниеден бақытын табасыз. Бірінші, мына дүниедегі нәрсе, сіз Құранды жаттаған адамдардың қатарында болып, соған амал жасасаңыз, біріншіден, сіздің жасаған дұғаңыз қабыл болады, ең қарапайымнан бастасақ. Екіншіден, сіздің ішіңізде Құран екен, ендеше сіздің Құранның жанында жамандық нәрсе болмайды. Өйткені шынайы сіз Құранды махаббатпен жүрегіңізге сіңірсеңіз, шынайы сол Құранға деген амалыңыз бар болса, сіздің жүрегіңізде мұнафықтықта, сіздің жүрегіңізде жамандықта болмайды. Құран-ы Кәрім жаттап, амал қылып дүниеден өткен адамды халықта сөз қалған, сол кісінің денесі шірмейді деп. Соны көрген үлкен қарияларымызды айтып жатады. Бір үлкен дария тасып, моланың жанын шайып кеткеннен кейін сол жердегі адамдарды көшірейік дедік. Сол көшіріп жатқан кезімізде үлкен бір әуелден өткен бір қари кісінің қабырының жанын жуып кеткен екен. Соны да көшірейік деп алып жатсақ, ол кісінің қайтқанына 40 жыл болып кеткен кісі, бірақ кеше ғана жерленгендей әлі жас болып жатыр дейді. Құран-ы Кәрімді қиямет үшін жаттаймыз біз. Құран-ы Кәрімде Алланың бүкіл құдіреті менен ұлылығы тұр. Алла Тағала айтады, Құранды жаттаған адамға Алла Тағала қиямет күні айтады екен: ей пәленше, оқы,
мына дүниедегідей оқы. Әрбір оқыған сайын Алла тағала саған дәреже береді дейді. 30 пара Құранға қанша дәреже, ойлаңызшы. Ол Құранды кішкентай 1-2 аятын жаттаған, 1-2 сүре жаттаған адамға да дәреже. Ол да көтеріледі. Бірақ сіз ойлаңызшы, жай ғана құлқуаланы жаттап көтерілген адамды айтыңыз. Бүкіл 30 параның барлығын толығымен жаттап көтерілген адамды айтыңыз. Екеуінің айырмасы қаншалық екенін өзіңіз көріңіз. Құран-ы Карим оны мына дүниеде де көтеріп жүру ауыр жүк. Өйткені ол Алланың кәләмі. Ендеше сіз Алланың кәләмін айтады екенсіз, тіліңізде жамандық болмау керек, тіл сақтайсыз. Көзіңіз жамандыққа қарамау керек, көзіңіз сақтаңыз. Құлағыңыз жамандық нәрсені естімеу керек, құлағыңыз сақтаңыз. Имам Шафии рахматуллах алейхи айтады өзінің ұстазына: мен әншейінде бір бет Құранды бір қарағанда жаттаушы едім. Енді бұл жолы бір қарағанда жаттай алмай қалдым, не болды дегенде, білім деген нұр, ол тек қана таза жерге ғана келеді. Сенде бір күнә бар, тәубе қыл деген екен. Расында да ғибадат, құлшылық, бұның барлығы нұр. Тіпті ғалымдарымыз айтады, түнгі намаз бірінші орында пайғамбарлардың, екінші орында Құран жаттаған адамдардың әдеттерінен дейді. Сол екеуіне еріп түнгі намаз оқиды екен қалғандары. Қалған адамдар осы кісілердің етегінен ұстаған адамдардың намазы тек қана. Түнгі намазды соншалықты ғалымдарымыз қари Құран жаттаған адамға дәріптеткендігі сахабаларда сөз бар. Бізде Құран жаттаған адамды оның көзінен танитынбыз. Әрдайым жүзі сары, көзі қызыл, ұйқысы қанбай жүретін дейді. Өйткені түнімен Құран оқиды. Өзімізде қанша үлкен қари кісілерді көрдік. Тыныш жүрген кезінде аузы жыбырлап жүретін. Менің бір ұстазым болды. Тыныш жүрген кезінде аузы жыбырлап бір нәрсені айтып жүреді. Оны сыртынан қараған адам оны жынды дейді, бір нәрсе сөйлеп жүрген шығар дейді. Жоқ, ол жындылығынан бір нәрсе сөйлеп жүрген жоқ. Ол Құранын қайталап жүреді екен жүрген жерінде. Ал енді ойлаңызшы, жүрген жерінде, отырған жерінде тоқтамай Құран оқып жүрген адам қандай адам? Оның жанында періштелер ешқашан түспейді. Ешқашан жанынан кетпейді. Алланың нұры әрдайым соның үстінде тұрады. Құранын өмір бақи көтеріп жүру деген осындай адамдар дейді. Өмір бақи. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жақсы жаман амалдарды көп айтты. Жақсы жаман амалдарды көп айтты. Пайғамбарымыздан бір кісі сұрады: не жақсы я Расулалла дегенде, сабыр еткенің жақсы, ондай жасағаның жақсы, мұндай жасағаның жақсы деп көп айтты. Бірақ сол айтқан жақсы амалдардың ең ұлылары пайғамбарымыз айтты: сіздердің іштеріңіздегі ең жақсыларыңыз Құранды үйренгендеріңіз және үйреткендеріңіз деді. Егер сіз осы екеуі бола алмасаңыз, онда осы екеуіне қызметші болуыңыз керек болады екен ғалымдардың айтуынша. Ендеше, құрметті жақсылар, осы медресеміздің ашылғанына бар жоқ 2 жыл болар болмас уақыт болды. Үстіне енді шығып жатыр 2 жылдан. Бірақ Алла тағала сіз бен бізге қуаныш сыйлауда. Әлбетте осы қуанышқа себеп болған бірінші орында осы балалардың өзінің пейнеті, ата-анасының арманы. Екіншіден, міндетті түрде осы пейнетке себепкер болғандардың бірі ол ұстаздары. Оларды мүмкін біреу жек көрер, жақсы көрер. Бірақ сол ұстаздарының қызметінде жәннат. Тағы бір нәрсе, осы медресеге қызмет қылған әрбір жанның қызметі. Оның ас суын алып кеп беруші, ас суын жасап беруші, қолдаушы, қуаттаушысы, тіпті сөзбенен, дұғаменен осы медресеге қайырлы дұға жасаушысы, қаражатпен болсын, заттай болсын жәрдем берушілер. Міне осы кісілердің барлығының еңбегі ақталуда. Ол бүгінгі қуанышымыз. 2 шәкіртіміз Құранды бір-бір бітіріп шықты. Иншалла әлі жететін жетістігі көп. Ал бір шәкіртіміз сертификат дәрежесіне жетіп, яғни бір отырыста 5 пара Құран оқып бере алатындай қари болды.
Әлбетте бұл қари атанды деген менен іс бітті деген сөз емес. Енді бұдан кейін ол жігіттің алдында әлі білім есігі енді ашылып жатыр. Бірінші орында сол жаттаған Құранын ұмытпау, екінші орында соны көбейту. Ол қалай көбейтеді? Қырағат жағынан көбейтеді. Біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан келген 10 қырағат бар. Сол қырағаттың барлығын шама жеткенше игеруі. Одан бөлек тек Құран емес, сол Құранның түсінігіне әрекет жасап, ғылым білімге қадам басуы керек болып қалады. Әлбетте Құраннан үлкен дүние жоқ. Қандай ғалым болсын, ағып тұрған дария болсын, егер сол кісінің Құранда кемшілігі болып, қари болмайтын болса, ол әрдайым ақсап жүреді. Қандай мықты дария болса да. Өйткені бүкіл ислам дінінің түбі осы Құраннан алады. Сол Құраннан алатын кезінде амал жоқ, кітап шықпайды. Амал жоқ, қайтадан не айтты екен деп қайтадан іздейтін болады. Ал егер Құран жаттаған адам болса, онда оның орны бір бөлек болады. Құрметті бауырлар, бірақ бәрін айтта бірін айт. Құранның әрбір әрпі сіздің шапағатшыңыз. Егер Құран жаттасаңыз, сіздің шапағатшыңыз Құран. Сіздің шапағатшыңыз Құран екен, онда сіз ойлаңызшы. Мына дүниеменен, біздің дүниеменен салыстырып көрейікші, қиямет қайым болды. Сол кезде барлығымыздың күнәміз бар. Азды көпті жасаған қате кемшіліктеріміз бар. Сол қате кемшіліктерімізді қалай кешсек екен Алла тағала деп, ортаға адам іздеп тұратын кездер болады екен. Сол бір кездерде кейбіреулерге ата-анасының қызметі, кейбіреулерге берген садақасы шапағатшы болып жатса, кейбіреулерге өздерінің үлкен ұлағатты ұстаздары менен үлкен қарилар, ғалымдар шапағатшы болар. Кейбіреулерге расында да үлкен пайғамбарлар шапағатшы болар. Бұның барлығы бірақ адам ғой. Ал кейбір адамдарға өзінің жаттаған Құраны шапағатшы болады. Ал Құран Алланың сипаты, Алланың кәламы. Ол шапағатшы болды деген сөз, оның жанында басқа адамның шапағаты ондай бола алмайды. Қандай әулие болсын, қандай ұлық кісі болсын, Құран сияқты шапағат қыла алмайды. Егер сіз осы дүниеде сол көтерген Құраныңызға лайықты жүрсеңіз, әрбір жаттаған, әрбір оқыған әрпіңізге амал қылсаңыз, егер бір адам ондай болса, егер ақылмен келсек, осы дүниеде бүкіл Құранын жаттап, амал қылып дүние салатын болса, онда ол кісі армансыз дүниеден өткен адам. Басқа адамдар оны шынайы қызғанышпен қарауға лайықты ғой. Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның белдеуі ретінде Құранда бір әдемі аят бар. «Ваъбуд раббака хатта яътиякал яқин» дейді. Саған өлім келгенге дейін құлшылық ет дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам көзі тірісінде жәннати деген атақ алды. Сен жәннатисің деді. Құранда айтты: «Инна фатахна лака фатхан мубина». Расында біз саған жеңіс бердік. «Лияғфира лака Аллаху ма тақаддама мин дамбика ва ма тааххар». Сенің өткен күнәңді де, енді жасайтын күнәңді де бәрін кешірдік. Ойлаңызшы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға айтты: сенің бұрын жасаған қателігіңді де, енді жасамақ болған қателігің бәрі кешірілді. Алла саған жеңіс берді. Егер сіздердің біз сияқты адамға сондай сертификат келсе, талтаңдап кететін шығар. Болды деп, болды, бітірдім ғой деп жататын шығар. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сол аят түскеннен кейін одан сайын көп намаз оқитын, одан сайын көп құлшылық ететін болды. Сонда қызы Фатима сұрады: «Әкетайым, аяғыңыз ісіп намаз оқисыз,
Бірақ Алла тағала сізге айтты ғой, сенің барлық күнәңнің бәрін өткердім, кешірдім деді ғой. Енді неге қиналасың дегенде, афала акуну абдан шакура. Мен сонда Аллаға рахмет айтушы, шүкір айтушы құл бола алмаймын ба деді. Құрметті бауырлар, Алла тағала сізге азды көпті Құран берді. Ендеше азды көпті білім беріп, азды көпті құлшылығына себепкер болды. Ендеше Алланың алдында шүкір етуші пенде бола алмайсыз ба? Ғалымдарымызда сөз бар. Егер сенің істеп атқан ісің, мінез құлқың, әдеттерің, барлық істерің, бүкіл бар жағдайың сені алға қойған мақсатыңа жеткізе алмаса, онда ананың бәрін өзгерт дейді, құрт дейді. Бұны мен неге айттым? Егер сіз Құран жаттауда қиналып жүрсеңіз, сіздің жаттағаныңыз дұрыс бола алмай жатса, қиналып атсаңыз, онда істеп атқан ісіңіз, мінез құлығыңыз, әдетіңіз, әдебіңіз бәрін тексеріңіз. Сізде бір кінәрат бар. Өйткені егер сіз дұрыс мінез, дұрыс әдет, дұрыс іс жасасаңыз, сіз алға қойған мақсатыңызға міндетті түрде жетесіз. Бұл осы дүниенің ережесі бұл. Бұл осы дүниеде Алла тағала жазып қойды. Себебін жасадың ба, жемісін аласын деді. Ал егер сіз себебін дұрыс жасамасаңыз, сол жеміске жете алмайсыз. Егер сіз намаздан тыйылып жүрсеңіз, егер сіз Құран жаттай алмай жүрсеңіз, егер сіз қандай да бір алға қойған ісіңізге жете алмай жүрсеңіз, онда мінезіңізді, істеп атқан ісіңізді, әдетіңізді, әдебіңізді, бүкіл өміріңізді қайта тексеріңіз. Сізде бір кінәрат бар. Сізде сол жерде бір қате бар, өзгертіңіз. Құранда айтылған, сен өзіңді өзгертпейінше Алла тағала сенің жағдайыңды ешқашан өзгертпейді. Сондықтан алға қойған мақсатың бар екен, онда сенен тек қана амал бар. Құранда айтқан, фаида азамта фатаваккал алаллах. Егер бір нәрсеге бел будың ба, Аллаға тапсыр дейді. Аллаға тапсыру деген кәдімгі соқыр күйде алға жүру деген сөз. Басқа еш нәрсеге қарамай. Оны қазіргі психолог ғалымдарымыз да айтады. Бір адам бір жетістікке жету үшін мына аттың шабатын кезде, үлкен шабарман кезде адамдар аттың көзінің жанына, екі көзінің жанына бір зат байлап қояды екен. Жанындағы сермеген қамшыларды, шауып келе жатқан атты басқа адамдарды көрмес үшін. Тек қана алдын ғана көру үшін. Алға қойдың ба, оңға солға қарау емес, алға қойған мақсатқа ұмтылу. Бұл атқа деген бап, адамға деген баптың бір түрі. Психолог ғалымдарымыз айтады, егер сен бір мақсат қойсаң, сол мақсатыңа жүгіріп бара жатқандай, оңға соңға алаңдайды мекенсің. Ондай болса, сен бір нәрсені дұрыс жасамадың. Сол мақсатыңа махаббат қойсаң, сен басқа нәрсені көрмейсің. Сол мақсатың саған қымбат болатын болса, сен басқа жаққа оңға солға қарамайсың. Тек қана содан басқаны көзің көрмейді дейді. Сондай сөз бар ғой, бір кісі тұрып, мен пайғамбарды түсімде көргім келеді деген бар ғой. Жаңа сондай сөз бар. Бір кісі күніге көрем дейді екен пайғамбарымыз түсінде. Сөйтсе, бір адам сұрапты, қалай көресің деп. Жүр, үйретемін деп, үйіне тамақ береді екен, су бермейді екен. Сөйтіп ұйықтатады екен, таңертең тұрғызып, ал көрдің ба десе, көрмедім дейді. Бірнеше күн осылай қинаған ғой енді. Бірнеше күн су ішпеген, тек тамақ жейді. Содан бір күні не болды енді, көрдің ба десе, судан басқа еш нәрсе көрмедім деп. Қайда болса да бір бұлақтың басында су ішіп атырмын, суға түсіп, өзенде жүзіп жүрмін, көлде жүрмін, кілеу су ғой. Ондай болса пайғамбарды шынайы сағынсаң, осы судай сағын, сонда көресің дейді. Бұл осы дүниенің ережесі бұл. Егер сіз
Құранға деген махаббатыңыз осы суға деген шөлдеудей болмайтын болса, онда сіздің махаббатыңыз әлі жетпейді. Алға қойған мақсатыңызға кәдімгі су сияқты маған бір тамшы болса да, ораза кезінде білесіз ғой, кешке жақын ауызашарға қандай қиналасыз. Жан-жағыңызбен ұрысып, жұлмалап, ашуланып, сондағысы барлық ораза тұтқанның бір ауыз сөз айтады. Бір шыны су ішем дейді, болды дейді ғой. Бүкіл әлем орнына түседі дейді. Сонда мені қысып бара жатқан нәрсе сонда бір пиала су ма дейді. Бір кесе су. Рас қой. Дәл сол сияқты сіздің алға қойған мақсатыңыз жүрегіңізді жыртып бара жатпаса, шынайы қойған мақсатыңыз шөлдеген адамның су іздегендей болмайтын болса, онда мақсатыңызға жете алмайсыз. Ең соңғы айтатыным, құрметті бауырлар, тағы бір айтып кетемін. Шөлдеген адамдай іздеңіз мақсатыңызды дегім келгені. Шөлдеген адамды көз алдыңызға келтіріңізші. Жапан далада, шөл далада бір адам сусап келе жатыр, ішуге су жоқ, дымы жоқ келе жатса, ұзақтан су көрінсе не істейді? Жанында саялы ағаштар тұр, мына жанында тамақтар тұр, ана жанында алтын, күміс, әшекей тұр, бірақ алдында су тұр. Қайсына жүгірер еді? Суға жүгірер еді. Біреу, ей, тоқташы, мен қалтаңа дорба алтын салайыншы десе, айналайын дейді. Алтының да өзіңе, күмісің де өзіңе, ары кетші дейді. Мен жай айтып жатырмын қазір дейді, бетің жұлып алам дейді. Рас қой. Өйткені су тұрғанда басына, көзіне еш нәрсе көрінбейді. Дәл сол сияқты, егер сіз Құран жаттай алмай жүрсеңіз, егер сіз алға қойған бір қандай да бір мақсатыңызға жете алмайды екенсіз, онда сіз ол мақсатты дұрыс махаббатпенен қабылдаған жоқсыз. Сондықтан осы сөздің төркінін жүрегіңіз өзі шешер дегім келеді. Ал біз өзіміздің қуанышты сәтімізді марафатпенен аяқтасақ дегім келеді. Құрметті жақсылар, әуелі әлбетте екі Құран жаттап, соған әлі амал қылушы бірінші баспалдаққа көтерілген қари, енді біздің тілде айтқан сертификатқа жетпеген қари ұлдарымызды шақырайық, сол кісілерге дұғамызды қылып, сол кісілерге иншалла марапатымызды берейік. Есімдері. Келіңіздер. Бисмилля. Сырым. Омар. Сырым деген балаңыз. Алла берекесін берсін өміріңізге. Бисмилля. Алла өміріңізге береке берсін, қареке. Ал көпшілік бір дұға қылайық. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Я Раббым Аллахым, осы екі балапанымызды тіл көз бәле-желеден өзің сақтағайсың. Я Раббым Аллахым, Құранды қалай бейнетпен жаттаса, соның зейнетін екі дүниеде көруін нәсіп еткейсің. Я Раббым Аллахым, алға қойған әлі үлкен мақсаттар бар. Сол мақсаттарға жеткеріп, иншалла өзінен алдыңғы бітірген ұл қыздарымыз сияқты үлкен жетістіктерге жетуін, өздерінің алдында үлкен ұстаздары сияқты және ұстаздарынан да өтіп үлкен ғалым ғұлама болуын өзің нәсіп еткейсің. Аллахумма салли аля саййидина Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллим би рахматика я архамар рахим. Ал құрметті бауырлар, мынадай бір әдемі сертификатымыз бар. Оқып беруге рұқсат беріңіздер. Бұл сертификат Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы Балаби қари Құран жаттау орталығында 30 пара толық Құран кәримді жаттап шығып, қари атанған Хакимов Абдул Хаким қариға беріледі. Қабыл алсын. Наны бір ағалары сыйлық қып сауап тапсырып жатыр екен, иншалла Құран естіп жүрер, Құдай қаласа жақсылығына пайдалар деген ниеттеміз иншалла. Әлі де иншалла, әлде біздің әдетіміз бар ғой, білесіздер, Құран жаттаған жігітке умра сыйға тартамыз әлі иншалла. Бірақ қазір умра уақыттары онша шырайлы болмай тұр,
әлі қағбаны ұстайтындай жағдай болмай тұр. Күніге қағбаны көріп отырмыз, несінен тікелей эфирден. Қалай соған жолдарымыз реттеліп ашылады, иншалла Қарекең сол жерге умраға барып қайтады деген ниеттеміз. Ал енді дұға қыламыз сосын. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Я Раббим Аллахым, осы балапанымызды Аллахым Құранын екі дүниеде шапағатшы қылғайсың. Осы Құранын амал қылып, осы Құранменен өмір сүруін нәсіп еткейсің. Және осы Құранға лайықты өмір берсең, лайықты жанжар, соған лайықты ұл-қыз бергейсің. Я Аллахым шаңырағына береке бер. Ата-аналарына Аллахым өзің разы болғайсың. Я Раббим Аллахым, өзіңнен біліп білмеген үлкен де кіші де күнәларымыз кешіргейсің. Дерт сырқат науқастарымызға шипа бер, дүниеден өткендеріміз жарылға. Раббим Аллахым, осы Құранды өзің нәсіп еткен адамына ғана бересің. Ендеше қол жайып отырған басқа да ұл-қыздарымызға да осындай Құран нәсіп ет. Я Раббим Аллахым, осы Құранға өзің ғашық еткен екенсің осы жігітті, басқа біліміңді де нәсіп ет. Раббим Аллахым, тіл көзден, бәле-жәледен өзің тұлымын ұстаған барлық пендеңнің жамандығынан өзің сақтағайсың. Аллахумма салли аля саййидина Мухаммадин ва алейхи вассалам. Келіңіздер. Бисмилlah. Отыра берсеңіздер болады, Алла разы болсын. Ал құрметті жақсылар, сөз соңында қорытып айтатынымыз, сіздер де ұл-қыздарыңызға, немере шөберелеріңізге, жақындарыңызға, өздеріңізге осындай Құран Кәримді бітіру және соған екі дүниеде амал қылу нәсіп болсын. Және медресемізге қайырлы көп дұғалар жасаңыздар. Иншалла медресемізге қызмет қылып жатқан барлық жандарға көп дұғадамыз. Осы медресемізге қызмет қылған ішіндегі қызметкерлерге, сыртындағы барлық дұғаменен, қаражатпен, затпенен әйтеуір қызмет қылып жатқандарға, осы оқып жатқан балдарымыздың Құрандары міндетті түрде сол кісілерге шапағатшы болуын білеміз. Сондықтан Алла тағала жақсылықтарын екі дүниенің бақытын нәсіп етсін. Және тағы бір ескертіп кететініміз, біздің медресенің жаңалықтары Түркістан қаласынан дайындық орталығын дайындап жатырмыз. Ол жақында бітеді, соның тез бітуін дұға қылып қойыңыздар. Соған әрекет қылып жатқан азаматтарға дұға қылып қойыңыздар. Одан бөлек жанымызда қыздар бөлімі салынып жатыр. Сол бөлімге әрекет қылып жатқан бір жанұя бар. Алла тағала сол жанұясына өміріне, екі дүниесіне бақ береке берсін дейміз. Одан бөлек жанымызда спорт кешені салынып жатыр. Сол спорт кешеніне қандай да бар қызмет қылып жатқан, дұға қылып жатқан, басқа да қаржылай да, заттай да қызмет қылып жатқан адамдарға Алла тағала екі дүниенің бақытын берсін дегім келеді. Иншалла біз сіздердің қызметіңіздеміз. Сіздер иншалла Алланың қызметінде болсаңыздар. Бирахматке я архамар рахимин. Я Раббим Аллахым, дұға көптік қылмас. Елімізге тыныштық бер, жұртымызға амандық бер. Еліміздегі мынау үлкен бәлелерді, ауыртпашылықтарды өзің кетіргейсін. Я Раббим Аллахым, елімізге, жерімізге амандық бер, бақ береке бер. Раббим Аллахым, қол жайып отыр екенбіз осы. Раббим Аллахым, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сұхбатында отыруды нәсіп еткейсін. Өзіңнің жәннатыңа кіріп, пайғамбарымыздың хауыз кәусәрінен сусындауды өзің нәсіп еткейсін. Раббим Аллахым, науқас болған адамдарға шипа бер, дүниеден өткендерді жарылқа. Раббим Аллахым, исламға қуат, мұсылманға бірлік бергейсін. Ва саллаллаху аля Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллим.